өздерінің авторлық бағдарламаны ұсынады. Яғни қазіргі сөз кезегі мен Жанарбаева Сәуле Оңайбекқызына беремін. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Менің бағдарламамның тақырыбы бастауыш сыныптардағы қазақ тілі пәнін оқытудың ерекшеліктері, элективті курс бағдарламасының мазмұнын ұйымдастыру бойынша оқу жүктемесінің көлемі 4-ші сыныпта аптасына 1 сағат, оқу жылына 34 сағатты қамтиды. Бағдарламаның мақсаты оқу сауаттылығына қол жеткізуге бағытталған мағыналы оқу негіздерін меңгерген білім алушының тұлғасын қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттері ауызша сөйлеуде, оқуда сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, түсіндірме сөздермен жұмыс істеу дағдысын арттыру, сөз жасап ережелерін білу арқылы тілді дамыту. Орфографиялық дағдыларын жетілдіру, жүйелі жазу дағдыларын жетілдіру. Бастауыш сыныптағы қазақ тілі пәнін оқытудың өзектілігі. Бұл элективті курс бағдарламасында түрлі деңгейлік тапсырмалар арқылы бастауыш сынып оқушыларының қазақ тілін жетік, терең меңгеруіне, оқушылардың тіл сауаттылығы мен сөз байлығын, ойлау қабілетін, дүниетанымдық дағдыларын кеңейтуді көздейді. Оқушыны білімге бірдей жетелеу үшін өз мүмкіндігіне сәйкес сабақты меңгерту, тілін, ой ұшқырлығын дамыту, өзіндік пікір айтуға жағдай жасау, еркін шығармашылыққа жетелейтін, пәнге қызығушылығын арттыратын әдістің бірі ойынның түрлері. Яғни грамматикалық ойындар, лексикалық ойындар, морфологиялық ойындар, фонетикалық ойындар. Ойын арқылы оқушылардың қазақ тілге деген қызығушылықтары артып, сөздік қорлары молаяды деген түрде сөз ойлау, тез ойлау, кім тапқыр, суреттер сөйледі деген әртүрлі ойындар кірді. Енді күтілетін нәтиже осы бағдарламаны оқу барысында оқушыларға беру арқылы оқушылар оқу тапсырмасы бойынша талдау жұмыстарын жасайды, ой қорытындысын жүйелейді, қысқа мәтін, әңгіме құрастырады, эссе, шығарма жазуға дағдыланады. Қысқаша осы. Келесі сөз кезегі Берікбаева Жарқын Жолшыбайқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Байтанова Әсем Қаныбековна, Алматы қаласы Әуезов ауданы Ғабит Мүсірепов атындағы нөмір 86-шы мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі. Тақырыбы жылдам оқыту 2-3 сынып оқушыларына арналған, яғни аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бағдарламаның мақсаты жаңартылған білім мазмұны негізінде түрлі әдістерді пайдалану арқылы оқушылардың зейіндік ойлау қабілеті мен жылдам оқыту қабілетін арттыру. Бағдарламаның міндеттері бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын қалыптастыру және олардың оқырман қызығушылығын арттыру үшін оқыту тәсілін, тиімді әдістерін таңдап алу. Бастауыш сынып оқушыларының түйінді құзыреттіліктерін дамыту, оқырмандық қызығушылығын ояту. Ауызша және жазбаша байланыстырып сөйлеу тілін дамыту, шығармашылық қабілетін дамыту, көркем шығармаларды оқуға сүйіспеншілігін арттыру. Оқырмандық және функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың тиімді механизмдерін таңдау арқылы бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын жетілдіру. Өзектілігі қазіргі кезде мектеп оқушыларының оқу қызығушылығын төмендеп кетуінің себептері оқу дағдысының қалыптаспауы, жалпы білім жетістіктеріне әсер етуі. Бұқаралық ақпарат құралдары
ықпалының артуы, ересектердің балалармен бірге оқу әрекет ұстанымның өзгеруі, яғни проблемалары, қоғамдық өмірдің күрт өзгеруі. Проблемалар: оқу шапшаңдығын тежейтін қиындықтар мен кедергілер. Оқу шапшаңдығын тежейтін себептер өте көп. Олардың ішінен негізгі 7 кедергіні атап өту орынды. Артикуляция, антисипация, регресс, зейінді деңгейі, жады. Аталған себептердің әрқайсысы оқу қарқынына әсер етеді. Іс-әрекеттің табиғи, көрудің аз кеңістігі. Күтілетін нәтиже: бастауыш буын оқушыларының оқырман сауаттылығын және кітап оқу қызығушылығының деңгейін көтеру, оқырман белсенділігін арттыру, бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын, дағдысын қалыптастыру, оқушының өз бетінше оқу ынтасын дамыту, оқушылардың оқу мәдени деңгейі мен дүниетанымын қалыптасады. Оқу шапшаңдығын жақсы көрсеткіштерге ие болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі сөз кезегін Ниязбекова Гаухар Ерболатқызына беремін. Ғабит Мүсірепов атындағы номер 86 мектеп гимназиясының бастауыш сынып ұстазымын. Менің элективті курс авторлық бағдарламамның тақырыбы ұлттық дүниетаным. Бағдарламаның мақсаты: жас ұрпақтың өткен тарихын білуге, тілін құрметтеуге, үлкенді сыйлап, әдептілік, имандылықтың бойына сіңіруге және рухани бай, ұлттық намысты жоғары болып өсуіне ықпал ету. Оқушы бойына қазақ халқының ұлттық дүниетанымын ежелгі заманнан бүгінгі күнге жеткізіп берген танымы мен білімін, сенімі мен көзқарасын, өлшемі мен түсінігін қалыптастыру. Имандылыққа, адамгершілікке, ізгілікке, ұлтжандылыққа тәрбиелеу. Бағдарламаның міндеттері: туған еліміздің, халқымыздың төл мәдениетін лайық, таным түсініктері мен ерекшеліктерін қалыптастыру, сіңіру. Мыңдаған жылдар бойы халықтың өмірі мен тұрмысына, алтын арқау болған салты мен санасына бағдар етіп, сақтаған салт дәстүрлері мен жөн жоралғыларды батырларымыз бен би-шешендерімізді тануға, сара жолын үлгі тұтуға баулу. Бағдарламадағы тұрақтылау мазмұны бөліміне келетін болсақ, бұл жерде әр сынып бойынша 1 және 4 сыныптар аралығында жазылғандықтан, әр сыныптың жас ерекшелігіне байланысты әр бағдарламаның өзінің бөлімдері бар. Мысалы, 1 сынып бойынша 1 бөлім әдептілік ізгі қасиет бөліміне 8 сағат, қазақ халқының баспана түрлеріне 5 сағат, 5 саусақ бойынша негізгі ұғымдар мен ұзындық өлшемдеріне 3 сағат берілсе, 2 сыныптың 1 бөлімі ұлағатты ұлттық ұғымдар, 2 бөлімі 4 түлікке 3 сағат, кигіз үйдің жабдықтары жиһаздарына беріледі. Осылайша мазмұндық бөлімі әр сыныптың жас ерекшелігіне байланысты спиральдық қағидат негізінде жасалған. Сонымен қатар бағдарламадан күтілетін нәтижелер: ұлттық дүниетаным элективті курсының бағдарламасы бойынша білім алған 1-4 сынып оқушысы ұлттық сана сезімі оянған, бойына халық педагогикасының ғасырлар бойы қалыптасқан тәлім тәрбиесін, ұлттық салт дәстүрін, әдет ғұрпын, тарихын, мәдениетін білетін ұрпақ қалыптасады. Өз отанына деген мақтаныш сезімі, ойы, өз ұлтын терең сүюі арқылы басқа ұлттарды танып, құрметтеуді үйренеді. Сонымен қатар, бағдарламаның басымдықтары: қазіргі білім берудегі жаңартылған оқу бағдарламасы бүгінгі күннің талабы, оқушылардың жан-жақты дамуы, оның іс-әрекеті, алған білімі өмірде шешім шығара алатындай жеке тұлға ретінде қалыптастыруына негізделген. Жаңартылған білім мазмұны бойынша әзірленген ұлттық дүниетаным бағдарламасында педагогиканың түрлі аспектілерін, қарым-қатынас жасауы, белсенді оқу, зерттеуге негізделген оқуды негізге ала отырып әзірленген деп толығымен айта аламыз.
Бұл бағдарлама оқушы отбасынан бастау алып, әлеуметтік өмірде өркениет табатын бай мазмұнды ата-баба салған кемелді кесек өмір жолдарын, қазақы тірлік, рухани салт-сана, әдет-ғұрпы жөнінде кең ашылып өскелең ұрпақтың ұлттық сана сезімінің дамуына үлкен үлес қосады. Сонымен қатар, ең соңында ақпараттық әдістемелік бөлім. Бұл жерде әр оқушының қалай оқыту керек, қандай сабақтағы жаңағы түрлі әдістер, тәсілдер бар. Осыған тоқталып кетеміз. Назарларыңызға рахмет. Келесі сөз кезегін әріптесім Қалабаева Майра Кемелқызына беремін. Ғабит Мүсірепов атындағы номер 86 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Қалабаева Майра Кемелқызына. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы жазу сауаттылығы деп аталады. Бағдарламаның негізгі мақсаты өз бетімен жұмыс жасауға үйрету, ойлау және сөйлеу дағдыларын дамыту, яғни шығармашылық жұмыс жасауға барлығын жетілдіру, яғни дүниетанымын кеңейту болып табылады. Келесі бағдарламаның міндетіне келетін болсақ, яғни қазақ тілі пәнінен алған білімдерін тереңдете отырып, ғылыми және білім негіздерін қалыптастыру болып табылады. Яғни оларды дұрыс сөйлеуге, сауатты жазуға, ойлана білуге және шығармашылықпен жұмыс жасауға үйрету болып табылады. Яғни оқушыларды қатесіз жазуға дағдыландыру. Ол үшін көшіріп жаза отырып, оған көп көңіл бөлуіміз керек. Яғни дұрыс сөйлеуге, сауатты жазуға, ойлана білуге, шығармашылықпен жұмыс жасауға үйрету болып табылады. Яғни мұндағы күтілетін нәтиже, яғни оқушы өз ойын ашық жазады, яғни өз қарасын дәлелдейді, грамматикалық тапсырмаларды дұрыс орындай біледі. Яғни тек сөздерді пайдалана отырып, яғни оларды сөздік жұмыспен жұмыс жасауға үйретеді. Яғни жаңаны таңдап білуге деген құштарлықтарын арттырады. Яғни ойлау қабілеттерін жоғарылатады, яғни жоғарылайды оқушылардың. Келесі қарайтын болса, бұл жерде жазу сауаттылығы, бұл әріптерді дұрыс сөйлеуге және олардан сөз құрастыра білуге, орфографиялық және пунктуалдық нормаларға сай, яғни олардың ойлау, есте сақтау қабілеттерін дағдысына баулу болып табылады. Бұл дағдыны бастауыш сыныптарда бастауыш сынып оқушыларына қалыптастыру және оқушылардың жазу сауаттылықтарын, яғни олардың ойлау қабілеттеріне, яғни оларды өз еркімен жаза білуге көмектеседі. Келесі, яғни бұл жерде бастауыш сынып мұғалімдерінің негізі бұл бағдарлама, яғни бірінші сыныптар үшін аптасына бір рет, яғни 33 сағат, екінші сыныптар үшін, үшінші, төртінші сыныптар үшін аптасына бір рет, яғни 34 сағат болып табылады. Яғни бірінші сыныптар үшін оқушылар әріптерді дұрыс жазуға және каллиграфияны дұрыс үйрене біледі және олар қысқа сөйлемдердің барлығын өздері жаза бастайды. Екінші сыныптарға келетін болса, ол жерде орфографиялық ережелерді меңгеріп қана қоймай, олар сөйлем құрап, сол сөйлемдерді ары қарай дамыта біледі. Үшінші сыныптар үшін, яғни шағын мәтіндер берілетін болса, сол шағын мәтіндерден қателерді тауып, олардың қатесін түзетуге үйренеді, яғни шығармашылықты жазуға жетілдіреді деп білеміз. Яғни төртінші сыныптар үшін болса, олар үлкен сыныптар болғандықтан, яғни жазу сауаттылығын толық меңгеріп, ондағы эссе, диктант, әртүрлі шығармашылықтарға баулуға машықтанады. Яғни жазу сауаттылығы бұл бастауыш сынып оқушыларының білім алу процесінде атқаратын маңызы зор. Яғни жазу сауаттылығы оқушылардың білімділігінің негізгі көрсеткіші. Яғни қорыта келетін болсақ, яғни біз барлық оқушыларға бастауыш сыныптан бастап, бұның барлығын осы жазу сауаттылығын қалыптастыруымыз қажет. Яғни олардың тиімді оқыту әдістерін қалай қолдану керектігін, яғни оқушылардың жазу сауаттылығын мұғалімдердің кәсіби біліктілігіне байланысты болады. Яғни соны мұғалімдер кәсіби біліктілігін арттыра отырып, оқушыларды жазуға деген қызығушылығын оятып, яғни өзі ғана емес, ата-аналармен жұмыс жасау арқылы, яғни оларды қамтамасыз етеді. Тек осылай ғана біз барлық оқушыларының жазу сауаттылығын, яғни оқушылар біздің болашағымыз болғандықтан, сол болашақ ұрпақты сауатты жазуға дағдыландыруымыз керек. Яғни оларды дағдыландыра отырып, олардың білімдерін қалыптастыра аламыз. Назарларыңызға рахмет.